Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып, жердегі тіршілікке ғарыштың әсері. Бүгінгі тақырыпта сен күн мен айдың жерге қалай әсер ететінін білесің. Жер ғарыштың жағымсыз әсерінен қалай қорғанатынын түсінесің. Судың көтерілуі мен қайтуы туралы мағлұмат аласың. Тірек сөздер: судың көтерілуі, судың қайтуы. Балалар, барлық ғарыш денелері бір-біріне әсер етеді. Күн жұлдыз болғандықтан жарық шығарады. Ол жер мен айға жарық түсіреді. Жер ғаламшар. Ғаламшарлар күн сәулесін шағылдырады. Айда күн сәулесін шағылдырады. Күн сәулесі неліктен жердегі тіршіліктің көзі деп атайды? Жер мен ай ғарыш кеңістігінде үнемі қозғалып жүреді. Бірақ қозғалыстары әртүрлі болады. Ай жерді айналады, ал жер күнді айналады. Жер мен айды өз орбитасында ұстап тұратын күш қалай аталады? Тартылыс күші деп аталады балалар. Жердегі тіршілікке ғарыш сәт сайын әсер етеді. Жерді ғарыштан келетін қауіптен атмосфера қорғайды. Сондықтан жердің озон қабатын сақтау өте маңызды. Мұхит пен теңіз жағасының тұрғындарына судың көтерілуі мен судың қайтуы таныс құбылыс. Бұл ай мен жер арасындағы тартылыс күшінің әсерінен болады. Жердің айға қараған жағындағы ірі су қоймалардағы су айға тартылады, көтеріледі, ал қарсы жағындағы су деңгейі төмендейді. Жер мен айдың қозғалуына қарай судың көтерілуі мен қайтуының орны ауысып отырады. Мұхит жағалауында су тәулігіне 2 рет көтеріліп қайтады. Білесіздер ме балалар? Күн, ай және жер бір сызықтың бойына келгенде, яғни жаңа ай туғанда, су деңгейі ерекше қатты көтеріледі.